Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ақпанның 22-сі. Сабақтың тақырыбы Абай ұлы ақын. Абай великий поэт. Есіне сақта. Мен өлең жазамын. Я пишу стихи. Сен өлең жазасың. Ты пишешь стихи. Сіз өлең жазасыз. Вы пишете стихи. Ол өлең жазады. Он пишет стихи. Мен қазақ тілінде аудардым. Я перевел на казахский язык или перевела. Сен қазақ тіліне аудардың. Ты перевел на казахский язык. Сіз қазақ тілінде аудардыңыз. Вы перевели на казахский язык. На казахский язык. Ол қазақ тілінде аударды. Он перевел на казахский язык. Айтылым 48-ші бет. Бұл жерде ұлы Абай Құнанбаевтың портреті берілген. Ұлы ақын, великий поэт, өлең жазды, писал стихи, қазақ тіліне аударды, перевел на казахский язык. Ұлы ақынның шығармалары, произведение великого поэта. Ақын өмір табиғат туралы өлең жазды. Поэт писал стихотворение о жизни в природе. Оның өлеңдері әлемнің 33 тіліне аударылды. Его стихотворения были переведены на 30 языков мира. На 33 языков мира. Айтылым 48-ші бет. Көп нүктенің орнына қажетті сөздер қойып айту керек. Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны. Абай Құнанбаев великий казахский поэт. Ол адам, өмір, табиғат туралы көп өлең жазды. Он писал много стихотворений о людей, про жизнь и природу. Абай орыстың ұлы ақындарының өлеңдерін қазақ тілінде аударды. Абай перевел на казахский язык стихотворений великих русских поэтов. Оқу тапсырмасы. Оқылым, айтылым, жазылым, 3-ші тапсырма, 49-ші бет. Вы должны прочитать, понять этот текст и написать 3 вопроса. Сделать 3 предложения вопросительным. Мәтінді оқы, прочитать текст, өзің қалаған іс сөйлемге сұрақ қой. Нужно поставить вопросы, предложения, которые ты сам выбрал. Абай Құнанбайұлы, ұлы ақын, дара тұлға. Абай Құнанбаев, великий поэт, особая личность. Абай өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлең жазды. Абай написал стихотворение про жизнь, про искусство, знание, природу. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқыды. С любовью читал казахский народ его стихотворение. Абай орыстың танымал ірі ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абай переводил на казахский язык стихотворения русских известных и великих поэтов. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Стихотворения Абая были переведены на 33 языка мира. Айтылым. Нужно составить 3 вопросительных предложения. Абай Құнанбайұлы кім? Кто такой Абай Құнанбаев? Абай Құнанбайұлы, ұлы ақын, дара тұлға. Абай не туралы өлең жазды? Абай о чем писал стихотворение? Абай өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлең жазды. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Абайдың шығармалары
әлемнің неше тіліне аударылды? Абайдың шығармалары әлемнің неше тіліне аударылды? Айтылым 49-шы бет 5-ші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша диалогты жалғастыр. Саша, сен Абай Құнанбайұлы туралы не білесің? Саша, ты о чем знаешь о Абай Құнанбаева? Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, дара тұлға. Абай Құнанбайұлы казахский великий поэт, особая личность. Оның өлеңдері не туралы? Оның өлеңдері өмір, өнер, білім, табиғат туралы. Сонымен балалар, Абай ұлы ақын, Абай великий поэт сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.